Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бүгін оразаның 10-шы күніне арнап ас мәзірін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Әлі алда көптеген видео рецептермен бөлісемін. Сол себепті менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және осындай қазақ тіліндегі контенттерді қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бүгін кешкі асқа осындай жеңіл спагетти дайындадым. Өте жеңіл әрі оңай дайындалады, тез арада дайындалады. Және осындай талқаннан жент дайындадым, шоколадты және шоколадсыз. Ең алдымен барлық заттарын дайындап алдым. Ыдысымызға 100 граммдай талқан және сары майды салып, ерітілген қолымызбен араластырып, үстінен қалауынша мен бал қостым. Сіздер қалауынша тәттіні қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, осындай шоколадты құятын, дәл осындай ыдысымызға салып аламыз. Міндетті түрде тоңазытқышқа 1 сағатқа мұздатып аламыз. Дәл осы мұз қатқан талқанымызды алып аламыз. Міндетті түрде тоңазытқышқа қойған дұрыс, өйткені тез қалыптан алынады. Және шоколадты қайнап тұрған суға ертіп алдым. Еруін қарап отырып ерітесіздер. Ал еріген кезде одан көп мөлшерде шоколад тұрып қалса, шоколад қатып қалады. Сол себепті еруін міндетті түрде қарап бақылап отырасыздар. Дәл осы шоколадты ыдысымызға құйып аламыз және осының дайын болған жентімізді салып аламыз. Одан кейін де морозилкаға жібереміз. Қайнап тұрған суға спагетти салдым және де алдын ала осындай тартылған ет және пияз, кішкене чеснок, тұзды салып, жақсылап қуырып аламыз. Кішкене томат қосып қуырамыз. Міне біздің кешкі асымыз дайын болды. Тарелкемізге спагеттиімізді салып, үстінен тұздығымызды құйып аламыз. Міне тұздығымыз өте дәмді әрі керемет болып шығады. Кешкі асымыз дайын болды. Міндетті түрде видео рецепттерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий бөліміне жазып қалдыруларыңызды сұраймын. Міндетті түрде әрбір жазған комментарийлер мен үшін өте маңызды. Қарап, жауап қайтаратын боламын. Ораза шартының 11-ші күніне арнап ас мәзірін күтіңіздер. Міндетті түрде ас мәзірге арнап тағамдарды салатын боламын. Граммдарын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде өтіп қараңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған жан сұлу. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ниеттеріңіз Аллах қабыл ете көрсін. Ас болсын.